Бастағанда аяқ түгірік. Негіз бастайын деп тұрғам негіз. Сонген енді шын жүрегімен, шын ниетімен Құдайым-ау деп. Соны бастайын дегем, сонген ауызға бірдеңке тықты, бірдеңке құсқым кетті, сонген бірінші құлаққа сыбырлады, сонген білмеймін, неге үйтеді, білмеймін, Құдайым-ау. Көре алмағаным ба, Құдайым-ау. Солай ғой енді. Білмеймін, мен қаншаға тазаланып кету мүмкін, мен мына жынды ауру жаныммен мүмкін. Ол мүмкін, сен 100% білмейсің ғой, мен түрім жаман, ана жерде қарасам, қазір қарасам басқадай түрім. Ана жерде қарасам басқадай, мына жерде басқалай. Енді ол ауру. Және сен былай түрт қалғанда мен түрім жаман болып кетеді былай. Енді ұрсып айғай шу білмеймін. Ол ауру ғой енді. Әрбір жан ауырғанда түрін жаман болып кетеді ғой. Иә, Ләззат қарындас жиен айтқан. Иә, тұңғыш қарындас жиен түрін жаман болып кетеді деп ауырғанда. Мәңгі ұлы бір Құдай, мәңгі қасиетті жаратушы. Сен көке емессің, Құдай. Сен көке бола алмайсың маған. Мен саған ант берем. Мен сен үшін сен жаратылысымын, сен үшін міне жүректің тазалығымен, жанның жарығымен, ойдың ақылдығымен, тілдің тәттілігімен сен тамақтанасың менің жанымнан, жарығымды. Мен сен үшін енді мен қойды жеймін ғой, сол сияқты мен сен жаратылысымын, Құдай. Мен адам баласымын. Сен мені жаратқансың. Білмеймін енді қалай болады, көреміз. Бірақ мен ол сөзді айтып қойдым. Және уақытпен дедім ғой. Мүмкін шыққан сияқты әр кезде бір мәңгі ұлы бір көкем, мәңгі қасиетті бір көкем, мәңгі жарық бір көкем деп. Тәубә, шүкір, рахмет, ау, мен